Ал Ал қайырлы түн, мен кинодан келдім. Бұл киноға мен шақырылған болатынмын. Әрине өткені кейбір сұрап жатыр, сіз өзіңіз бардыңыз ба, сізді шақырды ма дейді. Конечно, мені шақырды. Мен нормальных отношений Мөлдір Мұханмен, сіздер бір андай жаман ойда болмаңыздар. И енді мы оцениваем по сравнению дейді ғой. То есть біз киноларды бұған дейінгі түсірілген кинолармен салыстыра келе біз өз бағасын береміз. Маған жаңағыдай Мөлдір Мұханның сестрасы айтады, мен сіздің отзывыңызды міндетті түрде тыңдаймын, жақсы отзыв айтыңыз деді. Мен айттым, мен шынайы отзыв айтам. Жақсы ма, жаман ба, это уже вы будете решать, да? Но мен всегда шынайы отзыв айтам. Это чисто субъективный менің ойым, и мен оған өзім құқылымын, жаңағыдай. И мен көрермен ретінде, кішкене осындай оценка беруге опыты бар адам ретінде берем. Енді кино туралы айтатын болсам, жалпы сіздер осы атышулы Мөлдір Мұханның интервьюсын көрген шығарсыздар. Енді шын керек, бәріміз көрдік, ол бүкіл елге тарады дегендей. И мен де оны көрдім, өткенді алыс адамдар емес. Сондықтан маған как-то каждый адамның семьясында не болып жатқан нәрсе маған мүлдем қызық емес, не болғанын да мен білмеймін. Бірақ ал қандай жағдайда екен, не үшін ондай болды екен деп өзі айтқаннан кейін мен жаңағы қарадым. Енді бұл кино сол интервьюдің кино түрі деп айтсам болады. То есть бұл кинода сол интервьюда айтылған бүкіл сұрақтар көтеріледі. Көтерілгенде бір ирониямен, сондай бір романтикалық оқиғалармен, жаңағыдай астармен деген сияқты осы айтылады сол тап интервьюдағы бүкіл эпизодтар. Енді әдеттегідей мен байқаған минустарды айтайын, онсыз никак болмайды. Енді біз бағаны басқа кинолармен жаңағыдай салыстыра айтамыз дедім ғой. Салыстыра келгенде әрине актерлық құрамды айтайық бірінші. Актерлық құрам слабый. Өйткені ішінде кинода көп опыттары жоқ адамдар, тіпті танымайтын біреулер жүр вообще. Мен білмеймін, мүмкін Мөлдір ханымның подружкалары ма, компаньондары ма, или спонсорлар ма бұл киноның. Мен білмеймін кім екен ол кісілердің, мүлдем. Енді көрініп тұр, ешқандай актерлік жаңағыдай өнерге қатысы жоқ адамдар, сосын журналистер жүр. Енді Астананың мен деген ханымдары жүр. Енді бұл, наверное, маркетинг шығар деп мен ойлаймын енді бір жағынан. Екінші жағынан, бірақ бұның кері әсері болды, өйткені киноның шынайылығына кішкене әсер етті деп мен есептеймін. Актерлық құрамның ішінде тек қана кино әлемінде кішкене тәжірибесі бар Ақерке Арыс, и то ол да профессионалды актер емес. Бірақ дегенмен осы кинодағы әйтеуір бір күлетін жерлерді сол қыз ғана алып шыққан екен. Басқа ешқандай күлетін юмор, бір сатира ештеңе ішінде жоқ. То есть бұны комедия деп те біз айта алмаймыз. Өйткені ішіне комедия өте аз, тек қана сол Ақеркенің арқасында ғана көңіл көтеретін бір моменттер бар. Сол, потом ішінде блогерлар жүр. Тери Тима, актер, модель жігіт жүр, менің клипімде түскен кезінде. Сондай адамдар жан-жақтан жиналған, и сама вообще идея, мен ойлаймын, кино үшін, чтобы бүкіл халыққа көрсететіндей, миллиард жинайтындай кино үшін, сама идея слабая негізі. Бір басқаша идея ойластыру керек еді негізі. Мен байқаған бір минусты айтқым келеді, бұл костюмердің жұмысы. Но одежда, конечно, фильмдегі, это, конечно, стоит внимания, да? И бұндай киімдерді, мен есімде болса, осыдан бір 10 жыл бұрын бізде кино түсіріп бастаған кезде, Баян Есентаеваның кинолары, Мөлдірлер түскен, Қайрат Нұртастың кинолары, когда только начиналось кино деген индустрия, да? Вот сол кезде сондай киетін киімдер. Но қазір уже ол заман өтіп кетті. Қазір біз уже более басқаша бізде көзқарас, да? И поэтому современный кино деп есептейтін болсақ, современный киноға бұл костюмдер, то есть кез келген әйелдің киген, еркектің киген киімдері мүлдем жарасымсыз, некрасиво. Киноны арзандатып тұрады деп айтсам артық болмайды. Сосын көзге оттай басылған, құлаққа оттай басылған, то есть айтсақ болады, бұл дубляж. Киноның дыбысталуы. Бізде кино білесіздер, дыбысталады, үстінен жазылады дауыстар.
кейбір кинолар тікелей сөйлейді, кейбір кинолар үстінен дұрысталады. Енді бұл жерде мен актерлардың сөйлегенін, жаңа кәсіби ондай сөйлегенін айтпай қояйын. Ол потому что актерлар емес қой ол жерде. Андай сахна тілін оқымағандар ғой көбі. Жалпы качество звука, да, и то, что, например, вот столға телефон түссе, ол тық деп түсу керек, да, ал телефон түседі и дауыс жоқ. Бірдеңе құлайды, оның дауысы жоқ. То есть, понимаете, ол профессиональный кинода оның барлығы дыбысталу керек. Былай болмаса да деп қойып, ауызбен надо это все делать. Знаете, вот такие моменты. Менің көзіме, құлағыма оның барлығы көрінді. Мүмкін басқа халық оны көрмейтін шығар, елмейтін шығар, маған көрінді. Енді әрине айта кету міндет, бұл жерде қалай болса да еңбек бар, яғни продюсердің ақшасы, да, режиссердің жұмысы, сценаристің жұмысы, оператордың жұмысы, тағы да киноның артында тұрған адамдардың жұмысы, олардың ниеті бар, енді қандай болса да, и солардың барлығының ниетінің түйіліп келіп, түзеліп келіп, бір күнде осындай тұсаукесер берілуінің өзі енді успех деп айтсақ болады, конечно, да, белгілі бір деңгейде. Бірақ егер салыстырмалы түрде айтатын болсақ, енді бізде миллиард жинаған аты шулы кинолар бар ғой, бизнес по-казахски, хотя бы в кино, мына ыстық ұя деген сияқты. Енді сравнительно бұл бәсекелестікке келмейтін кино. То есть біз ол кинолармен бұл киноны салыстыра алмаймыз никак. Вот егер сіз көзіңіз жеткізгіңіз келсе, мен бармаңыз деп айтпаймын, барыңыз, көріңіз. Бірақ менің ойым сондай, бәсекелестікке келмейтін кино. Тағы бір айта кететін момент, мен осындай отзывтар айтқан кезде сіздер ойламаңыздар. Мен бір сондай қызғанғандықтан, немесе мына жолдасым сол сферада жүргеннен кейін көре алмай деген сияқты ше, ондай емес. Әр еңбектің, әр дүниенің өзінің бағасы болады. Мен просто сол бағаны беруші өздігімше, менің субъективті ол ойым, менің өйтіп айтқанымнан бір қазақ елі өзгеріп кетеді, немесе кино түсірмей қояды деген сөз емес. Ойбай, бәрі түсіріп жатыр, бәрі. Ол просто менің ойым. Келісесіз ба, сіз келіспейсіз ба да маған бәрібір. Ол менің ойым, да? Мысалы, мен де кейде қайратқа айтатын кездер болады. Мына кино онша емес. Мына киноға енді түспе деген сияқты. Мына режиссермен енді жұмыс істемеші деген сияқты. Менде де болады сондай моменттер, мысалы, бізде де. Сондықтан оған сіздер кәдімгідей здравое мышление дейді ғой, сондаймен қараңыздар. То есть всегда объективно қараңыздар. Әр адам өзінің ойына құқылы бар. Мен айтам да, бір қызық сондай қазір өмірдегі бір өзгерістер ғой. Осыдан 15 жыл, 20 жыл бұрын осындай MP3 әндер дейтін болатын еді ғой, MP3. Кто попал, бәрі өлең айта беретін еді ғой, әйтеуір. Мүмкіндігі болса өлең айтады әйтеуір. Сол кезде халық жаппай сондай бір өте төмен сападағы әндерді тыңдап, құлағымыз солай жаңағы бітеліп қалды ғой, мусормен, как бы, да. Ну, если образно говоря, да, кәдімгідей мусормен бітеліп қалған, әлі де бар ондай мусормен бітеліп қалған құлақтар. И қазіргі уақытта вы замечаете, да, что у нас уже фильтр идет. То есть шынымен де ән айтатын адамдар көбірек шығуда, шынымен де дауыс бар, шынымен де без фонограмма айтылатын әншілер уже алға қарай шығып келе жатыр. Мысалы, енді өздеріңіз білесіздер, мысалы, кімдер екен ол. Енді жақында естіп жатырмын, что мына фонограммаға запрет қояды деп ше. И соны мен ойлаймын ғой, фонограммаға запрет қоятын болса, онда точно әншілер азаяды. Точно азаяды. Реальный будет фильтр. Потому что оған дейін мен естейтінмін, оркестрмен өлең айтқан кезде, сол оркестрдегілер айтатын. Оркестрмен айтатын әнші жоқ. Айта алмайды андай живьем. И оркестрге де ілесе алмайды. Оркестрмен айту, ол дейтін тоже оңай жұмыс емес, на самом деле. Целый оркестрді пробивать етіп дауыспен айту деген. А тут еще фонограмманы қазір алып тастайтын болса, то реально будет капитальная чистка. И әншілер азаяды, но зато сапа көбейеді, өседі, и сіздердің де құлақтарыңыз тазарады.